Қыздар, қалдарыңыз қалай? Енді келесі сабақты тыңдаңыздар. Тоже нишаға байланысты. Біз алдында ниша таңдауды былай көрсетіп кеттім, иә? Енді былай болады. Мысалы, сіз YouTube канал сіз ашпай тұрып, бірінші ниша таңдаған дұрыс. Ниша болмаса, сіз мүлде канал жүргізе алмайсыз, қандай видео саларыңызды да білмейсіз. Енді бірінші орында сіз ниша таңдау үшін желаниеңіз нені тартып тұр, соны жазасыз. Мысалы, маған мынау ұнайды, маған анау ұнайды деген сияқты бүкіл ұнататын нәрсеңіздің бәрін тізбектеп осының ішіне жазасыз. Екінші, бұл нәрсе актуальны ма, соны іздейсіз. Актуальны ма? Сіз бұны іздеу үшін ютубқа кіресіз, поискқа жазасыз, сол нені салаңызды. Я мысалға сізге не ұнайды? Мысалы, қалай айтсам болады? Например, сізге ұнайды, енді макияж деп айта салайыншы, өтірік, иә? Мысалы, ойыма ештеңе келіп тұрған жоқ та. Мысалы, сізге макияждың темасы ұнайды. Короче, сондай бояндыратын ұнайды. Сіз неге ютубқа жазасыз, сол макияж деп жазасыз, или прическа деген сияқты, ключевой слово жазасыз, и каналдарын көп шығасыз. Қалай подписчик жинап жатыр, көп па, аз ба, нормальный ма деген сияқты. Короче, андай каналдарды зерттейсіз. Соңғы видеолары хотя бы дегенде 1-2 ай бұрын шыққан болу керек. Егер соңғы видеосы 1 жыл, 2 жыл бұрын шығып кеткен болса, онда керек жоқ. Мынандай каналдарды іздейсіз. Яғни қазіргі таңда да видеоларды былай сап жүрген каналдарды зерттейсіз, жарай ма? Ал бұрын баяғыда 2 жыл бұрын сап кеткен каналдар вообще керек жоқ. Соны айтайын дедім. Одан кейін қандай нишалар өтімді жалпы? Негізі сөздің ішіне керек, егер камерадан қорықпаймын десеңіз, камерамен жұмыс жасаймын дейтін болсаңыз, негізі түріңізбен түсірілген жеке блог жақсы өтеді. Мысалға, жеке блог жақсы өтеді. Одан кейін денсаулықтың темасы жақсы өтеді. Денсаулық. Өйткені қазір любой адамда ауыратын жерлері бар, бәрібір қызық үшін көреді. Мен ішіп жеп жүрген қандай нем бар екен, пайдасы бар екен, зияны бар екен деген сияқты сөйтіп көреді. Үшінші, сұлулық тоже жақсы өтеді. Одан кейін төртінші, рецепттер жақсы өтеді. Рецепт всегда өтеді. Одан кейін қандай да бір қызықты фактілер жақсы өтеді. Қызықты факт дейсілайық. Қызықты фактілер жақсы өтеді. Одан кейін бұл енді қазақша болсын, орысша болсын, или ағылшынша болсын, бәрібір жүргізіп бересіздер. Жалпы қандай да бір пайдалы ақпарат, ол денсаулыққа байланысты бола ма, или ол техникаға байланысты бола ма, уақыт өте келе сіз бәрібір айлыққа шығасыз, Алла қаласа, ше. Жалпы іздей беріңіздер, Google'дан да іздеңіз, YouTube'дан да іздеңіз деген сияқты. Алдағы уақытта бәлкім уақыт тауып жатсам, нишалардың әрқайсысына тоқталып кетуім де мүмкін. Одан кейін жалпы егер сіздер мысалға американский канал жүргізетін болсаңыз, ол кезде американский деп отырғанымыз, ол қазақшадан өте көп ақша төлейді, және бірақ сіз ол жақта ағылшынша жүргізесіз. Сөйлейтін де, сөйлемейтін де нишалар солай бөлінеді. Кейбір кісілер айтады, ағылшынша мен білмеймін деген сияқты да. Американскийге, егер сіз американский YouTube жүргізетін болсаңыз, Майнкрафт салсаңыз болады, Майнкрафт салсаңыз болады, Roblox па қалайды, ұмытып қалдым, короче, сол ойын салсаңыздар болады, Roblox па ұмытып қалдым. Үшінші, раска. Төртінші, квиз. Бесінші, тағы не бар? Одан кейін негізі көбінесе развлекательный контент қой, кімдікі? Американскийдікі. Ол жақта здоровье ниша тоже өтеді. Ол жақта здоровьені не деп айтатын еді? Health деп айтады. Осылай жазылу керек, қателеспесем. Health. Психологияда тоже өтеді. Психология қазақша, орысшада да өте береді. Одан кейін
жалпы мамандығыңыз қандай, сол бойынша да іздеп көрсеңіз болады негізі ше. Қысқасы осылар өтеді. Алда уақытта енді әрқайсысына может тоқталамыз, тоқталмаймыз, енді оны бір Құдай біледі, Алла қаласа. Короче, осылар өтеді. Мен әрине былай тізім сияқты нелерді жіберіп көруге тырысамын. Енді мысалға сіз не істейсіз? Мысалы сіз енді қараңыз, бұл жерде бір қазақша мен американскийдің айырмашылығын көрсетіп жіберейін. Мысалы қазақша, бұл жерде қазақшада өкінішке орай айлық азырақ болады. РПМ деген нәрсе болады бұл жерде. РПМ дегеніміз ол 1000 просмотр үшін төлейтін доллар, яғни ақшасы. Қазақстанда РПМ негізі 1-2 доллар көлемінде болады. Ол жақта аз. Американскийде РПМ деген жоғары болады. Ол жақта 5-6 доллардан бастап 15 долларға дейін барады. Қазақшада көп жағдайда аудитория қазақтар болады, я? Аудитория қазақтар болады, орыстар болуы мүмкін, татар, өзбек, тәжік, короче, түркі тілдес халықтар болады, қырғыз деген сияқты. Американскийді бүкіл мемлекет көре береді. Неге? Өйткені американскийдің өзің тілі английский болып тұр ғой, я? Өзің тілі ағылшын тілі болғаннан кейін, бұл енді бүкіл әлемдік тіл болғаннан кейін, оны Францияда көре береді, Испанияда көре береді, Италияда көре береді, Норвегия. Короче, бүкіл мемлекет сіздің мына каналыңызды көре алады. Өйткені барлығы дерлік ағылшынша түсінеді. Бірақ қазақшада түркі тілдес мемлекеттер, орыстар, қазақтар көру мүмкін. Қазақша түсінетін адамдар көру мүмкін, да? Бірақ бұл енді қазақша нашар деген сөз емес. Қазақшамен де жақсы табыстауға болады. Бұл жерде қайсысын жүргізсеңіз де, сіз өтімді ниша табу керексіз. Өтімді әрі сіздің желаниеңізге сәйкес келетін. Екеуінің біреуі сәйкес келмесе, ол тоже қиын болып кетеді. Сондықтан осы екеуін жақсылап естіп алыңыздар, жарай ма? Одан кейін енді жиі қойылатын сұрақтарға жауап берсек, YouTube қай уақыттан бастап ақша төлей бастайды? YouTube ақша төлей бастайды қай уақытта? Алла қаласа, сіздер 4000 сағат жинауыңыз керек. И 1000 подписчик жинайсыз. Немесе 10 миллион шортстан жинайсыз. Және 1000 подписчик жинайсыз. Осы екеудің біреуін жинау керек. Либо 1000 подписчикпен 4000 сағат, либо 1000 подписчикпен 10 миллион шортс қаралым жинайсыз. 4000 сағат деген кәдімгі видеодан жиналады. Одан кейін сіздер ойлауыңыз мүмкін, мынау что-то қиын, ойбай 4000 сағат 10 миллион деп. Негізі өтімді ниша болса, короче, қараңыздар, өтімді ниша болса, который сізге ұнайтын, я, өтімді ниша болса, оған қосасын тұрақтылықты жақсылап кету керек. Қыздар, тұрақтылық болмаса вообще қиын болады. Сосын жүресіз, ой, жүрмін мына сөйтіп кетесіз. Короче, ше, ол дұрыс емес нәрсе. Нойт етіп кетесіз. Тұрақтылықты кәдімде ұстау керексіз. Будто сіз анау государственный жұмыстар болады ғой, 5 күн істеп 2 күн демалатын сияқты. Сондай сияқты қарау керексіз ғой, ол жаққа түсіндіре алдым деп ойлаймын. Одан кейін осы екеуін жақсылап тұрып алып кетсеңіз, Алла қаласа айлыққа шығасыз. Әрине айтылатын нәрселер өте көп. Мен барынша қысқа қайырып айтуға тырысып жатырмын. Сіз осыларды жақсылап жинайтын болсаңыз, Алла қаласа монетизация бөлімі ашылады, сіз заявка жібересіз, сөйтіп 1-2 күнде Алла қаласа қабылдап қалады, егер сіз ережелерге сәйкес жүрсеңіз. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Екінші сұрақ, шарттар қандай, короче, ереже қандай деген сияқты сұрақтар болады. Егер сіз біреудің видеосын ұрлайтын болсаңыз, ол TikTok болсын, Instagram болсын, ол YouTube болсын, қайсысы болса ұрлап, как сала салсаңыз, ол что-то қорқынышты, өйткені ол сіздің авторский видеоңыз емес. YouTube авторский видеоларды жақсы көреді. Тек қана сізге ғана тиесілі, басқа ешкімде жоқ, сізге ғана тиесілі видеоларды жақсы көреді. Түсіндіре алдым ғой, я? Вот, короче, сондықтан постарайтесь авторский видеоларды салға тырысыңыздар. Жарай ма? Егер дайын видеоны салатын болсаңыздар, оны бір нәрсе қылып изменение жасау керек болады.
Ал егер камерамен жұмыс жасамаймын дейтін болсаңыздар, арнайы сайт бар. Қазір мына сайт бар, Pexels деген сайт бар, және де Pixabay деген сайт бар. Осы екі сайттан фото-видеоларды алып монтажға қосуға болады. Ал қалған жағдайда негізі жоламай қойғандарыңыз дұрыс болады. Одан кейін тағы қандай сұрақ бар еді? Ол 4000 сағат қалай жиналады дегенде сұрақ бар. Мысалы, сіз кәдімгі видео бар ғой, шортс емес, кәдімгі лонг видео деп айтады, горизонталь деп айтады. Сіз кәдімгі видеодан, мысалы, сіз 10 минуттық бір видео салдыңыз деп есептейікші. Сіз 10 минуттық бір видео салдыңыз, оны 6 адам көрді. 6 адам прям до конца көрген болса, ол 6 адам до конца көрген болса, ол 60 минут болады, дұрыс па? 6 адам до конца көргеннен кейін 10 минуттық видеоңыз ол 60 минут болады, получается не болады? 1 сағат болады. Сіз солай 4000 сағат жинайсыз. Бірақ егер ол ойбай деуіңіз мүмкін, бірақ ол қиын емес. Бір күні болмаса, бір күні сіздің бір видеоңыз рекке шығады. Сол кезде от души адамдар көретін болады. Тек қана 6 адам емес, от души адам көреді. И, конечно, 4000 сағатыңызды спокойно жинай бересіз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі видеоға дейін кездескенше. Кішкене ұзақтау кетсе, айып етпеңіздер. Жалпы тегін болғаннан кейін жақсылап қарайсыздар деп ойлаймын. Просто так видео қатып кетпесін дегенім ғой. Жақсы, онда келесі видеоға дейін жолыққанша.